Енді келесі қадамда біз slope, аспект және hillshade атты негізгі морфометриялық көрсеткіштерді зерттеу талдамаларына көшеміз. Яғни slope деген жер бедерінің еңістігі. Оған қол жеткізу үшін растр батырмасына басып, мысалы бізде өзімізге қажетті анализ аспект, яғни slope'ты басамыз. Аспект дегеніміз ол экспозиция, slope дегеніміз жер бедерінің еңістігі. Slope'ты басамыз да Mosaic Turkestan, band 1, ratio vertical units of horizontal, яғни горизонтальный бағыт бойынша қаншалықты кесінді болады. Және де slope, яғни бұны біз жаңа папкаға, өзіміздің папкамызға сақтап, Turkestan slope дейміз. Санды басамыз. Slope растрлық түсірісі көріп отырғандарыңыздай сәтті аяқталды. Яғни бұл біздің ең алғашқы жер бедерінің еңістігін бейнелейтін растрлық түсірісіміз. Келесі анализ аспект. Яғни тура сол принцип бойынша біз экспозициясын табамыз. Аспекті save file, Turkestan slope'ның орнына біз аспект деп жазамыз. Ранды басамыз. Аспект немесе экспозиция жер бедерінің экспозициялық растрлық түсірісі сәтті аяқталды. Келесі қадам бізде hillshade, жер бедерінің шаюы. Hillshade, save to file, Turkestan slope'ның орнына hillshade деп жазамыз. Hillshade. Сохранить. Яғни ең алғаш бағанағы мозаиктің дем таңдаймыз. Яғни бағанағыда тура сол принцип бойынша. Бұл жақта тек жердің сандық үлгісімен ғана жұмыс жасаймыз. Яғни аспект бір бөлек, slope бір бөлек және hillshade бір бөлек болып жеке-жеке жұмыс жасайды. Яғни біздің аспект сәтті аяқталғандығы көрініс табады.